2025 жылы мамыр айының 23-нен бастап заң күшіне енеді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол қойған заңы. Ол не туралы? 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы, яғни 18 жасқа толсаңыз, гражданствоңыз Қазақстан болса, сіз үйге кезекке тұра аласыз. Жалпы кезекке тұра аласыз. Бұрын кімдер тұратын? 7 категория бойынша адамдар тұратын. Мемлекеттік бюджеттік организация қызметкерлері, әлеуметтік статусы барлар, оның ішінде многодетный, жалғызбасты ана, асыраушысынан айырылған, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, мүгедек баласы барлар деген сияқты әлеуметтік статустағы кісілер үйге кезекке тұрып 2-5%-пенен үй ала алатын. Енді заң іске қосылғаннан кейін кез келген Қазақстан азаматы үйге кезекке тұра алады. Бірақ оның да өзінің шарттары болады. Оның бірінші шарттары: сіздің атыңызда ешқандай да үй болмау керек. Және сонымен қатар ол міндетті түрде сіздің пропискаңызға қарайды. Прописка дегенде сіздің тұрғылықты тіркеуіңіз. Біз мысалы Астанада, Шымкентте, мегаполистерде оқысақ, жұмыс істесек, біз пропискамыз временный, уақытша прописка болу керек. Біз постоянно пропискаға, көбінесе пропискамызды ауыстырмаймыз. Енді сіз қандай да бір үлкен қалада жүрсеңіз, сол қаладағы үйде кезекке тұрғыңыз келсе, осы бастан пропискаңызды, яғни тұрақты тіркеуіңізді жөндеңіз. Временный прописка ол көп жерге жарамайды. Көбіміз квартирантпыз, хозяинмен келіспейміз, олар бізді пропискаға тұрғызуға келіспейді деген сияқты. Енді осы өзіңіз жүрген қалада үйге кезекке тұрғыңыз келсе, бірінші пропискаңызды жөндеңіз. Ол міндетті түрде пропискаға қарайды. Себебі Атырауда жүрген адам Алматыдан үйге кезекке тұра алмайды, Қызылордада жүрген адам Астанадан үйге кезекке тұру мүмкін емес. Заң күшіне енбей тұрып 2 ай уақыт бар, пропискаңызды жөндеңіздер.